олай болмай шықты. Жүрегі кеудесіне сыймай атқалақтап тұр. Не болса да көрпеге бүркеніп алып тана тұрмақ болды. Осындайда таң татуға ерінгенде түн қараңғылығынан арылар емес. Көзге көрінбес бір бейне үй үшін ары-бері қопарыстырып жүргендей болды. Қорыққанынан дауысы шықпай, өз деміне өзі тұншығып, көзі ілініп кеткен екен. Әлдебір алып күш кеудесін
көздері бір ашылып бір жұмылып отырғанда алыстан көлік тосқан ақ көйлекті әйел адамнан сұлбасы көрінді. Айдалада жүрген бұл кім деп сата бастады үшеуі. Жын-пері боп жүрмесін дегендей бір-біріне жалтақ-жалтақ қарап жолдасқан адамға жақындап қалды. Ойлануға да мүмкіндік жоқ. Не де болса жөн сұраудан басқа амалдың жоғын білді ме? Командир көлікті ақырындатып терезені екі елідей ғана төмен түсіріп, кімсің, не қылған жансың деді. Ала кетіңдерші деді аппақ көйлекті қара шашты әйел адам. Өңі көрден шыққандай екен, қарауға батылым бармайды. Жоғалары деген сөзді тұтығып әрең айтқан командирдің жүзі өрт сөндіргендей қуарып, көліктің жылдамдығын құстай ұшырды. Арқан бойы ұзап арттарына қараса ешкім жоқ. Тек оның көзімен көзі түйісіп қалған жауынгердің біреуі қанталаған көздің ызғарына шыдамай есі ауып қалып еді. Содан Атырауға жеткенше үшеуі ықылас сүресін әлденеше рет қайталап оқыды. Атырауға келген соң командир жауынгерлерінің қасынан шықпай қойды. Өзі баратын жерге де екеуін ертіп алады. Батырға да жан керек деген рас екен. Іле есіне тағы бір әңгіме түсті. Ол Можанбай қайтан естіген сол абыз ақсақалдың өз басынан өткен оқиға еді. Мұртын ширатып отырып әңгімелеп берген. Күні бүгінге дейін есінде. Күн оқыс жылынып, көктем жылдағыдан ерте шығып, жер булана бастаған кез. Құлақ асқанды екі уақ жемдеп баптап мініп жүргенмін. Жастық қой, күншілік жердің ойын тамашасынан қылмаймыз. Бір күні көрші ауылдағы үзеңгілес достарым қонаққа шақыра қалғаны. Апақ-тапақта жолға шықтым. Суыт жүріп келемін. Жолай аталас тосқан екі інім кезеге кетті. Көз байланған шақ, аттарын тебініп жарыс айқаға деп айтқан оқтай арқан бойы осып кетті. Шынымды айтсам, құлақ асқанын алдына түсетін ат жоқ еді бұл ауылда. Намысқа тырысып атымды қамшылай бастадым. Соның өзінде жеткізер емес. Арттарына қарап екі езулер құлағына жетіп масақтап келеді. Бір заманда атым сүрініп кетіп. Алла дегенім сол еді, алдымдағы екеуі көзден ғайып болды. Содан есімді жисам, атым қалшылдап дір-дір етеді. Ауылдан да недәуір ұзап кеткен екенмін. Өз-өзіме келген соң самы жамырап тұрған Ақжардың етегіндегі қойшы ауылдың шеткі үйіне түстім. Бағыма қарай үй икесі 5 уақ намазын қаза қылмайтын Оспан молданың үйі екен. Мән-жайды естіген соң орынсыз желік қусандар осындай бәлеге ұрынасыңдар деп дем салып ұшық